Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен қарастыратынымыз тақырыбымыз общем алғанда линзалар туралы. Линза оптикалық күші, линзаның формуласы, линзадағы кескін деген сияқты заттарды қарастырамыз. Сонымен жалпы линза дегеніміз бір жағы немесе екі жағы да сферамен шектелген осындай ортаны біз линза деп атаймыз. Яғни мөлдір орта. Бір жағы сферамен шектелген, болмаса екі жағы да сферамен шектелген. Сфера дегеніміз беті қисық деген сөз ғой. В общем, немесе ойыс, немесе дөңес болатын болса, оны біз линза деп атаймыз, иә. Енді кеттік. Линзаның бірінші нәрсе, линзаның жалпы фокус аралығы. Фокус дегеніміз ол сынған сәулелердің жинақталатын нүктесін біз фокус деп атаймыз. Мысалы, сіздерге мына жерде екі линза берілген. Бірінші қараңыздар, бірінші ол бізде жинағыш линза, екіншісі бізде шашыратқыш линза болып тұр. Мынау сынған сәулелердің жинақталып тұрған нүктесі ол бізде фокус аралығы деп атаймыз. Немесе мына жерде сынды, осы сынғанның жалған сызықтарын сызып әкелдік, солардың жинақталып тұрған нүктесі бізде фокус аралығы деп аталады. Сіздер білесіздер ғой, телефонға суреттер түсіретін кезде біз бірінші телефонның камерасын жайлап келтіріп аламыз, сол кезде жинақталып фокусын келтіреміз, фокусын келтіреміз деген, яғни сынып жатқан сәулелердің бәрі бір жерге жинақталып келді деген сөз. Содан кейін барып біз фотоға түсіреміз, себебі фокусты келтірмейтін болсақ, онда суретіміз дұрыс шықпайды деген сияқты нәрсе. Сонымен линзаның оптикалық күші, жалпы линзаның оптикалық күші дегеніміз көбіміз біз не тағамыз ғой, яғни очки тағамыз. Очки таққан кезде сіздер көбінде -2, -1,5, -3 деген сияқты біз айтамыз, бірақ біз оның оптикалық күш екенін білмейміз. Енді оптикалық күш дегеніміз, яғни линзаның күші, сындыру қасиеті қаншалықты күшті екендігін білдіретін шаманы біз оптикалық күш деп атаймыз, Енді жалпы оптикалық күш дегеніміз ол сонда D деп белгілейміз, оны біз фокус аралығына бөлеміз. Яғни фокус дегеніміз жаңа жинақталатын нүктесі, бұның айтпақшы өлшем бірлігі метр болады. Енді бірді F-қа бөлетін болсақ, бізде өлшем бірлігі диоптрия шығады. Яғни өлшем бірлігі диоптрия, D дегеніміз сонда оптикалық күші болады. Егер бізде бірнеше оптикалық күштер арқылы соның қосындысын тап дейтін болса, онда біз барлық оптикалық күштерді қоса саламыз. Сонда мынау егер біз жинағыш линза болса, оптикалық күші плюс таңбалы болады. Ал егер бізде шашыратқыш линза болатын болса, онда оптикалық күші минус таңбамен болады. Яғни бізде көбінде жас балалар жаңағы линзалар тағады ғой, очкилер тағады, сол кезде бізде көбінде минус таңбалы болады соның таңбалары. Енді жалпы линзаларды ішінен екіге бөлеміз. Ол жинағыш және шашыратқыш линзалар болып бөлінеді. Енді жинағыш линзаның екінші аты бар. Екінші атын біз дөңес линза деп айтаймыз. Біріншіден линзаның белгіленуіне тоқталып өтейік. Линзаның белгіленуі стрелка екі жаққа қарап тұрады, жинағыш линзалар. Бұл не деген сөз? Яғни стрелка екі жаққа қарап тұр деген сөз. Линзаның екі жағы жіңішке, ортасы қалың дегенді білдіреді. Бұны біз дөңес линза деп атаймыз. Енді мынау осындай үш түрі болады. Дөңес линзаның ішінде біріншісін айтып өтейік. Біріншісі ол қос дөңес линза, яғни екі жағы да қалың, екі жақ шеті де дөңес болып тұр. Екіншісі жазық дөңес деп аталады. Бір жағы жазық болып тұр да, екінші жағы дөңес болып тұр. Үшінші линзаның түрі ол бізде ойыс дөңес деп аталады. Бір жағы ойыс болып тұр, екінші жағы дөңес болып тұр. Бірақ екі жақ шеті бәрібір жіңішке болып тұр да, ортасы қалыңырақ болып тұр, Сондықтан бұны біз жинағыш линза деп атаймыз. Енді осы жинағыш линзалардан недер қалай өтеді, яғни жарықтар қалай өтеді және өткеннен кейін қалай сынады дегенді қарастырайық. Сонымен бірінші бізде жарық кетіп жатыр. Осы линзаға түскеннен кейін мына жақта сынғанда ол фокусты басып өтіп жатыр. Міне көріп отырсыздар, фокусты басып өтіп жатыр. Енді екінші жағдайды алайық. Екінші бізде фокус арқылы өтті. Мына жерде сынғаннан кейін осылай түзу сызық бойымен кетіп жатыр. Бұл жерде қараңыздар, линзадан өткеннен кейін мына X осіне параллель түрде өтеді деген сөз. Үшінші жағдайда қараңыз, линзаның мынау центрі арқылы өтті. Линзаның центрі арқылы өткенде ешқайда сынбайды екен. Енді бұл сызықтарды біз не үшін алып жатырмыз? Кем дегенде осы үш сызықтың екеуін қиылыстыру арқылы біз линзадан кескін аламыз. Сол үшін бізге бұл сызықтар, яғни жарықтың өту сызықтары өте маңызды болып есептеледі. Енді линзалардың формулаларына бір-бірден тоқталайын. Мен мына жерде кішкене үлкейтіп алайын, сіздерге түсінікті болу үшін. Сонымен біріншісін қараңыздар, жинағыш линза берілген. Жинағыш линза ол біріншіде
дене EKF-тан алыста тұр. Яғни дененің мынау тұрған бізде дене, мына жерде мен кішкене жасылмен жазып отырайын. Мынау тұрған бізде дене, осы дене EKF-тан алыста тұр. Енді біз одан кескін алған кезде біз не істейміз? Бірінші сіздер мынаны сызған кезде, мынау бірінші жинақшы линза, мына жерде көріп отырсыздар, екі жағы стрелка екі жаққа қараған. Сосын сіздер фокусты белгілеп алу керексіздер. Мынау мысалы 1 см болса, мынаның аралығы да 1 см болу керек деген сияқты. Екі жақтан да фокусты белгілеп аласыздар осылай. Сосын мынаның басынан линзаға дейін бір сызық сыздық. Линзаға дейін бір сызық сыздық. Осы линзадан өткеннен кейін ол сынады, және сынғанда ол бізде фокусты басып өту керек. Фокусты басып өтіп жатыр. Одан кейін дененің бас жағынан центрді басып өтетін бір сызық сызамыз. Осы екеуінің қиылысқан жеріне біз кескін алдық. Енді қараңыз, кескін қай жерде тұр? Кескін F-тан үлкен, мынау кескін дегеніміз кішкентай F қой. F-тан үлкен, бірақ 2F-тан кіші қашықтықта тұр. Бұл қандай? Біріншіден кішірейтілген. Жаңа D 2F-тан үлкен болған еді, қазір кішірейтіліп қалды. Сондықтан бұл кішірейтілген. Екінші шын дегеніміз линза кескін дененің, яғни линзаның оң жағында тұратын болса, ол шын кескін болады. Үшіншіден ол төңкерілген. Стрелка жоғары қарап тұрған. Енді кескін пайда болған кескін төменгі жағына, X осінің төменгі жағында пайда болды. Сондықтан ол төңкерілген болады. Енді келесі екіншісіне кеттік. Екіншісінде бізде дене EKF-тің өзінде алынған, EKF-тің өзінде алынған дене EKF-тің үстінде тұр. Енді осы дененің басынан бір сызық сызамыз, тура жаңағындай. Сосын фокусты басып өтетін бір сызық сызамыз. И дененің басынан центрдан өтетін бір сызық сызамыз. Сөйтіп екеуінің қиылысқан нүктесінде кескін пайда болды. Енді қараңыздар, дене EKF-та тұрған, кескінде EKF-та пайда болды. Бұл деген сөз бірдей деген сөз. Яғни биіктіктері бәрі бірдей болып тұр. Мысалы 1 метр болса, биіктігі ол жақта да 1 метр болып алынады деген сияқты. Сосын төңкерілген, яғни төмен қарай қараған шын және оң жағында пайда болып тұр. Оң жағында пайда болса, бізде шын кескін болады. Енді үшіншісіне кеттік. Үшіншісінде бізде дене мына жерде тұр. Мынау А дегеніміз дене. Енді дененің басынан линзаға бір сызық сыздық. Тура жаңағындай тағы да қайталаймыз. Фокус арқылы өтті мына жерде. И дененің басынан центрді басып өтетін бір сызық сызамыз. Сөйтіп екеуі қиылысты. Енді және дене F пен EKF-тің ортасында тұрған еді ғой. Енді қазір F кескін EKF-тан алыста пайда болды. Міне көріп отырсыздар, EKF-тан алыста пайда болып жатыр. Сондықтан бұл үлкейтілген кескін болады. Үлкейген кескін, шын кескін, оң жағында болған үшін және төңкерілген кескін болады деген сөз. Сосын келесі жағдайды қарайық. Бұл жерде дене F-тің өзінде болды. Мына жерде EKF деп жазып кетіппін. F-тің өзінде болды деген сөз. F-тің үстінде тұр дене, міне көріп отырсыздар. Дененің басынан жаңағындай сызық сыздық, сөйтіп фокусты басып өтетін сызық сыздық, сосын дененің центрді басып өтетін сызық сыздық. Сөйтіп мына екі сызықты сызған кезде бізде кескін, яғни екі сызық бір-бірімен қиылыспай қалды. Екі сызық қиылыспай қалатын болса, екеуі параллель жүріп жатыр ғой, бір-бірімен параллель жүріп жатыр. Сонда бұл денелер бір-бірімен қиылыспайды. Қиылыспағандықтан бұл жерде кескін болмайды. Яғни екі жарықтар қиылыспады, олар шексіздікке қарай кетіп бара жатыр. Шексіз кете берсе де, олар қиылыспайтын еді. Сондықтан бұл жерде дененің жаңағы кескіні болмайды деп аламыз. Енді келесі бізде осындай дене, енді F-тан, яғни фокустан жақын қашықтықта тұр, мынау тұрған дене. И денені біз басынан бір сызық сыздық, және осыны фокусты басып өтетін бір сызық сыздық. Сөйтіп дененің басынан центрді басып өтетін сызық сыздық. Екеуі пайдей мына жақта қиылыспай қалды. Енді біз не істейміз? Осы сызықты артқы жағын жалғастырамыз. Мынау артқы жағын былай жалғастырып жатырмын, и мына жақта жалғастырдым. Сөйтіп екеуінің қиылысқан нүктесінен бір кескін пайда болды. Бұл кескін менің сол жаққа шығып кетті. Сол жаққа шыққандықтан бұл жалған болады. Екіншіден үлкейтілген. Неге үлкейтілген? Өйткені дененің биіктігінен кескіннің биіктігі үлкен болып тұр. Сосын тура дегеніміз ол үстінде тұр деген сөз. Енді осы жерде линзаның формуласын жазған кезде бүйтіп жазсаңыздар болады. Линзаның формуласы 1/F деп жазасыздар, 1/D минус 1/F деп аламыз. Неге минус деп аламыз? Өйткені кескін нөлден кішкентай болып тұр. Жалпы кескін нөлден кішкентай болатын болса, ол кескін жалған кескін болады. Сонымен бізде жинақшы линзалар осымен бітті. Келесі бізде шашыратқышы линзаға тоқталып өтейік. Енді шашыратқышы линза дегеніміз қандай линзалар? Шашыратқышы линза дегеніміз біріншіден белгіленуін көріп отырсыздар. Белгіленуі мынау стрелка ішке қарай қарайды. Бұл не деген сөз? Екі жақ шеті кішкентай,
екі жақ шеті қалың, ортасы жіңішке деген сөз, иә. Яғни минус деген мағына білдіреді. Так, енді қараңыздар, бұл жерде мынау үш айналдырылған, екеуі қос ойыс деп, қос ойыс линза, екеуі де ойыс деген сөз. Екіншісі жазық ойыс, үшіншісі ойыс дөңес деген сияқты осылай кетеді. Ойыс дөңес, жазық ойыс, ойыс дөңес деп кетеміз. Енді бұл жерде кескінді қай жерден алсаң да бәрібір, мына жерде мынау төмен қараған А болып тұр ғой. Ол дегеніміз кез келген жағдайда деген сөз. И кез келген жағдай д-ны қай жерден алсаңыздар да бұл жерде кішірейген кескін аласыздар. Тағы да сызып көрсетейін. Бұл жерде мынандай дененің басынан бір сызық алдыңыздар. И сөйтіп мына жердегі сынды деп айттық қой, мына жаққа қарай сынып кетеді бұл. Сынғаннан кейін ол жердегі мынаны жалғастырып жібереміз. Былай қарай жалғасып жатыр. Мынау жалған фокусты басып өту керек мына жердегі. Сосын шашыратқыш линзада осылай болады. Сосын мынаның басынан бір сызық аламыз, ол центрді басып өтеді. Сөйтіп мына екеуі қиылысқан жерден біз кескін аламыз. Сонда кескін біріншіден кішірейтілген, яғни кішкентай кескін болып тұр. Мына жерде үлкен болған, мына жақта кішкентай кескін болды. Екіншіден жалған дегеніміз фокустан кішкентай болған. Үшіншіден тура кескін болады. Тура дегеніміз, яғни жоғары қарап тұр, екеуі де жоғары қарап тұр. Шашыратқыш линзада сіз қай жерден алсаңыз да бәрібір кескініңіз кішірейтілген, жалған, тура болады. Келесі бізде линзаның формуласы, енді бұл жұқа линзаның формуласы, бұл негізі главный формула, бұны көбінде бірақ біз шын кескіндерге қолданамыз. Егер осы бізде шашыратқыш линза болса, осы формуланы былай қолдануға болады. Мына жерде минусты қоясыздар, минус f деп аласыздар. Бір бөлінген d, мына жақта минус кескін деген сияқты жазуларыңызға болады. Бұл егер шашыратқыш линза болатын болса. Ал жинағыш линза болатын болса, сіздер көбінде осылай аласыздар. Одан кейін жаңа басында айтып өттім, егер жалған жинағыштың ішінде жалған болатын болса, сіздер мына формуламен жазуларыңызға болады деп айттым. Міне осындай. Енді келесі бізде сызықтық ұлғайту деген нәрсе бар. Сызықтық ұлғайту деген мынандай. Мысалы біз линзаларды айтып жатырмыз ғой, үлкейтілген, кішірейтілген, төңкерілген деген сияқты. Үлкейтілген, кішірейтілген болғанда, үлкейтілсе ол неше есе үлкейтілді, кішірейтілсе ол неше есе кішірейтілді деген сөз. Енді қараңыздар, мына жерде гамма дегеніміз ол бізде сызықтық ұлғайту деп аталады. Сызықтық ұлғайту дегеніміз кескіннің арақашықтыққа қатынасы арқылы шығарамыз. Яғни кескінді дененің қашықтығына бөлеміз, болмаса кескіннің биіктігін дененің биіктігіне бөлу арқылы шығарамыз. Бірақ біз көбінде есеп шығарған кезде біз мысалы мынаны f тең гамма көбейтілген d деп жаза салуымызға болады. Міне осындай. Общем, сонымен линза туралы бізде бітті. Жалпы линзаның бұл теориясы, яғни есептері, негізі формулалардың бәрін осы. Бұл жақта бірақ главный не білу керек? Главный нәрсе ол сызуды дұрыс түсіну керек. Сіздер өздеріңіздің дәптерлеріңізге бұның сызылу жолдарын түсініп алатын болсаңыздар, сосын линзаның формуласына қарайсыздар, сол кезде сіздерде оп-оңай түсініп алуларыңызға болады. Сызып бәрін сызып көру керек. Сол кезде сіздер тезірек түсінесіңдер. Сызуын түсінбей, бұл оптиканы түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сонымен бізде осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.